Қазір міне Google-ға турбосквид деп жазамыз. Жаздық, сосын поискті басамыз. Сол жерде ең бірінші тұрған міне турбосквид дегенді басамыз. Міне басамыз. Басқан кезде міне загрузка жүріп жатыр. Сосын мына жерде 3D модель дегенге бардық. 3D модель дегенге барғанда мында пәндер тұрады. Анатомия, жануар, animals деген, кар, машина деген секілді. Сосын роботтар, плант, жерде әртүрлі деп бөлінеді. Енді соның ішіне мысалы анатомияға кіреміз біз. Сосын соның ішіне міне тұрады. Мыналарға таңдаймыз өзіміз. Мысалға жүрек. Ол кейбір услугалар платно, кейбірлер бесплатно. Но мынаны былай скачать етсек платно болады, ал жай ғана онлайн түрде көрсек, онда тегін. Интернет менде жаман, сол себепті ақырын грузить етіп тұр. Міне мысалға қазір сіздерге жүрек шығады. Міне жүректің картинкасы да. Осы міне анимациясы. Жүректің қалай қозғалып тұрғаны көрсетіледі. Жүректің жұмысы, қарыншалардың жиырылуы, жүрекшелердің жиырылуы барлығы көрініп тұр. Осындай программа. Қазір ұрықта бар ек. Осылай таңдаймыз. Мысалға мына ұрықты көрейік. Ұрықтың дамуы мысалға қалай ұрық дамитыны көрсетілген. Ары қарата итерсек, міне тоже бала ұрығын қалай дамитыны көрсетілген. Видеоны осылай ашып қарай беруге болады. Осыдан мына жерде қазір интернет жаман болып тұр. Түгел анық көрінеді.